Өфі янындағы Шамонин ауылында құтыру сиріне қаршы карантин индірілді. Тейішлі қарарға республика етәксігі Ради Хабиров қол қойды. Хаумығығыд эфирда интервью тапшыруы студияла Гүзәл Мұхаммедьянова. Программа бұдың қунағы Башқұртыстандың ветеринария бойынша дәулет комитеті рейсі Азат Яханшин. Азат Салаватович, хаумығығыд. Бүгінгі күнді республикала эпизодик хәл нисек. Тәусиратта иқтибарды немәге юнәлтірге кәрәк? Сәнді дүйім республика алғанда эпизод ситуация қатмарлы тәбетері керек. Ол біздің республиканы түгіл, Ресей Федерациясында, социаль сеттерді ішті біләбеді, сынапта біздің республикала, мен әр вақытта ауруды айтам, ауру ол яңғы сағыштырға бола. Ол яңғын бетінде любой ауылда, любой үйде сығырған может, аны профилактик іштері барға дейш. Біз шылай ауруға қаршы профилактик іштер. Елдан ел мұның түрді яқтарында мисал тіпетерге бола. Аурулар кәммейдер, аурулар көбелер. Кішінің гына тұрмыш алғанда да, кішінің тұрмышында бетінде ковид көпме болды. Қадыр вирусына аурулары бар. Әмді шылық олымы, ештәмі, кішіне фамилияханда құрап тұрмай, пожар құрмағасым, яңғынсымақ. Аурулар да шылай керіп көрген мұштар. Мұнда өдебет халық, өдебет хақылағандар тәрбетінде, құдай хақылаған тәрбет, бір жоны бұг, бір жот. Шыңыз біз әрбір ауылдың өдінің мал тұтусымы, ешеусілер өдінің ауылдарын хақларға тейіштері. Бар біздің қыдығансқа қаршы ішқуарлар бүгін олардың көз алдында оқсағына. Малдың хаулығын ауыр сирдерден қорқмайдар, қойда ұсыдырақ, ондай біз ішқуардың ішілері ұсыдырақта бірға тейіш. Алар ветеринардар кәңешләшмейін ешеріп, малдары кіртеп, шул ауруды қалған субъекттарда бізде бұлған сұрақтар тоже бар тібетері керек. Бұйылғылда, юғалі бұйылғылда шул қорқыныс аурударды кіртіп, аның арқағында бүтін ауыл зиян көреге шындай зұр қорқынысы бар. Әр кішілі жауаплылықты Әр бір малдың алайық ірі мүгізді малдарға алғанда бүгін құтыру сері әйттігіз бетінде. Әм де шулай қалған сирдерлі әйтерге бола. 5-70 сирді әйтерге бола. Бүгін МКР, пастерлоз, ол 99% сирдер, ол ситтен келген мал бойынса. Біздің республика, біз әр бір районда ветслужбаны сақлап қалған субъекттарын бір етіп етіре керек. Қиын бұл қала бары, ветвраштар сындапта рахмет, ветвраштарға бүгін рәхат түгіл іштерге қиын, бүгін малдар кәмей ол кәмдері, бары бір зор егенде керек, бәлеке егелі шулы керек бітінде. Біздің әр бір районда участковыйдар бар, 200 сәветқа бір участковый. Бүгін мал үстерге тейш, мал ол біздің ризығы біз. Біз шул мал мұнан ризық мән ешей бедік. Әгер де мал кіртірге тілейдер екен, ветвраштардан кәңіштәшіп кірттендер ешіл малдарды. Шул вақытта біздің тәртіп боласақ. Бұлай алғанда шул вақ малдығы харықтарға кәзәрі өздерінің қорқыныстарына бруцеллез ауруында бар біздің көрші субъекттен бұлтырғылда біз республикалы 20 мил көрмей бруцеллез шулық ішқуардар сит субъекттардан қосылып кірткен малдар қағында қалған фермер қожалықтар, дүйім қожалықтар зор зиян көрділер тібетері керек. Бүгін алар бір әуел айтмайды, что кіртін әйті. Ауыл бет аурулар хавана келіп түшме, үші қорқыныстығы бар, қарағай хайвандар да бар. Елікті сымақ етіптіге фермала асық етіпті, қыршалдар, ұнытық дезинфекция немекенін, ұнытық дератизация деген, әм шылай проходной санпропустиктар батырға, елікті заман жүққа түгіл бетіне, ол бітәхінлер шылай бұларға тейіш. Шыл вақытта сақлап қаларға бола мүмкіншілік бар. Бұны Үфі янындағы Шамонин ауылында құтыру сиріне қаршы карантин индірілді. Ауру сығанағы қайғы қожалықта асықланған һәм нендей сиклеудер? Мұны сынапна біздің социаль сеттерді кешегі көрдік. Сынапта ол халықтың біздің республикала бұла тұрған хәл тібетері керек құтыру сирі. Біз құтыру сирі особо паз заболеванияларға кірі шәхси қожалықта бір ғайлара 5 балағы бар. Шул ептәштерін фамилияны айттырмай біз. Эт менен уйнап өткендер. Но этті ол кішінің әгерде үйінде ветеринардарда идентификация, ответ жауаптылық жоқ. Халықтың өзінің көпме біз эт бар, көпме бісей бар екені біздері учет жоқ. Соның эт менен бісейді. Ғайыр мүгмандарында бар. Қайсы бірдер отказы істелер. Ол кіші еліне бір тапқыр, машы құтыру сиріне бұл не қойырғаш вакцина. Бұлар құтыру сири, ол бүгін біздің нық таралып алған қарағай хайвандарда, түлкілерді, бөрілерді, әм де ер астындағы сысқандарда, бісейдерді, сысқандарды бісейдер ашайдар, алар сысқандарды вакцинеттенмейді. Шының үшін бір вакцинация ярдам ете. Шул ғайлелі бұлған, 5 бала ғайлелі бұлған дейді, сынап үлі, етті алар ветеринар лаборатория көрсетелер. Ветеринар лаборатория бүгін диагноз қойды, мұнда құтыру сири бар деп. Ол балаларды қар үшет қалынада, біздің медицина
белгечләр белән бердектә бер ни куркынысы юк дип әйтергә кирәк. Вакытында мөрәҗәгать итү кирәк. Карантин Шамонин авылында гына гамәлдәме? Республиканың башка районнарында нигә түгел? Ул Шамонина түгел, Шамонина машул булган йортка гына карантин салына. Ул бөтен Шамонинага түгел. Анда соцсетьләрдә арттырып язгандар. Ул безнең бар бүгенге көндә республикала, безнең калган районнарда да бар моны сорактар. Ул белдәгән түгел күрше субъектлар. Быелгы елда сынап котыру авыруы ул күп. Менә бүген моның өчен кемде гаепләп була? Ветеринарлар, йөриләр, социаль укулларда. Менә әйтеп торады инде ул соңгы елларда сыскандардың ханы артканнан арта. Чөнки менә погода шартлары, алар теге ер туңмай бит, аларга бик яхшы благоприятный күбәергә. И менә шул төлкүләрне бит бердәмлектә менә һәр бүген төлкүләрдә то министерство экология менә эш алып барыла, үзенең правительство нигеҙенән анда һәр финансирование бүлеп менә профилактик эшләр алып барырга тиеш. Шул вакытта именно әйтерим халыкка менә этибарым ул бесәймалар бәйдә торырга тиеш, вакцинация булырга тиеш. Ул теге кайбер кеше әйтә, харайда асраган бесәйләр сыскан ашайдар да, бу сыскан ашара характер, но аларда бит инде кемдер тотып килә ветеринарлар, һезгә кирәк икән, һез сәссегез. Андый караш булырга тиеш түгел. Менә мөрәҗәгать итәрем телевизор караучылар, һез ул менә шундый үзегезнең менә балдарды яшереп калдыру, учетка куймагыз, профилактик эшләр бар, үзегезнең балаларыгызга, үзегезнең ияндәрегезгә без куркыныч сынап шундый тудырга мөмкинлек бар. Шуның өчен хак була, үзебезнең менә профилактик мероприятие үткәрергә тиешбез. Шәхси хаталардагы малтуарга нинди сирдәргә каршы вакцина мотлак куелырга тиеш. Бүген ул һәр бер районның үзенчәлеге бар. Бүген менә бердән ул туберкулезга тикшерү битендә, кандарды бруцеллез авыруына тикшерү. Чөнки ул бруцеллез белән халыкта хөтен үсәбетен итен ашайдар. Һәм дә шулай вакцина килгән Сибир язваган, алар күп вакциналар, 77 авыру может, 77 һөнәр сесмәбез. Ветеринарлар, белгечләр бар безнең. Biz хәзер соңгы вакытларда бит өйләр буенча йөреп вакцина профилактик эшләр баралар. Бары күршене әйтеп, атугай бердәр өйдә алмайдар. Без тырышабыз ки кистәрен объявлениеләр була, отказиктар, отказ итәргә кирәкме? Именно өчен ди бар, үзенчәлеге бар. Безнең авылда менә күрше мал хатып ала икән, ситтән шул авыру малды була икән. Ул карап торганда әйбәт маллар, билдәләре булыр. Аның инкубационный период бар, карантин ашап кергә тиеш. Если бер теләйләр икән хатып алырга, Оренбургтан били Шиләбенән били үзенең республика баштан мөрәҗәгать итәргә бит врачлар, ул белергә бит кайсы зоналар, нинди вакциналар эшләнгән. Һәм дә алып килгәс, үзеңнең мал менән бергә кушып куярга түгел, карантин отдельно урынадыр дип 30 көн карантин булырга тиеш. Әгәр дә алып кайту менән сразу кушагыз икән, ул может авыру булып, үзегезнең булган 10 башка ирегезне авырдырга тудырга мөмкин. Шуның өчен шул күрше арканы икенче күрше зыян күрергә мөмкин. Халыкка мөрәҗәгать итәрим. Һәр бер авылда менә була эшкуарлар, теге аларның күз алдында акса гына. Шулардан куркырга кирәк. Кем әйтергә кирәк, халык хәлең арканда безнең бүген бит күп җирләрдә авыл җирендә мал бүген төп теге табыш ала торган ниләрнең бере. Балаларды укыталар, өйләр халлар. Куркырга кирәк авырудардан. Менә сынап та селтәрдә дә йөри бит. Күп җирләрдә менә республикала без пока ситуация күтимән яхшы дип әйтергә кирәк. Әгәр дә Россия Федерациясын алганда, что менә техника менә күп бит машиналар, фуралардан, Камчаткадан Россия буенча менә шул теге зур машиналар мал ташыйлар да Авито аша хатып алалар. Белмәйдәр. Әтә тивадла теге бисәйдә тукталган код мишкә алган сымак саң бит. Документ юк. Карап торганда әйбәткә охшай. Вот ул зур хата. Әгәр дә килеп керә икән хатасында да бөтен авыл калырга может малхыр. И бүген ул нидә генә түгел, мөгезле малларда гына түгел, вак мөгез ул бүген кортсулыкта ала, менә бал корттарында ала, менә тропилапсус дигән авыру бар. Һәр пакеттар ала башлайбыз, ял көне битне бетәбез дә. Хата башлайлар предприятиеләр. Без бердәмлектә кемдәрдер әйтә, давай хак булайык дип, шул яхшы эштән кеше арканда калгандар, менә шул авыру бал корттан пакеттар алып, калгандарын әгәр дә таратһалар авыруды, тоже куркынычлыгы бар. Без үзебезнең бренд продукциянан сынап та зур зыян күрергә мөмкин. Шуның өчен эшебез кызык, авыр да, яуаплы да, но моны ветеринарлар үзләргә түгел, бердәмлектә генә без профилактик эшләрне алып барып, халык менән үзебезнең малсын дөйем көс менән хаклап калырга мөмкинлегебез бар. Бына йорт хайвандарының исәбен алу һәм теркәү мөһимлеге турында әле искәртелә. Узган ел исәп алуның онлайн платформаһы оештырылды. Һөҗүмтәләр нинди? Һөҗүмтәләр һәр бер авылда бар инде. Халым менән куркалар. Бу халым менән түгел, бу үзебезнең ветеринарлар өчен дә һәм дә шул
статистик отчетность өсөн генә түгел, ә үзебезнең менә нинди прививкалар, нинди кайда хатылган, кайда касан туган, кайсан прививка эшләгән, шуның өчен кирәк. Эпизодик ситуацияны контрольдә торсын. Ул менә ладно, халык үзенең малын белә. Менә ул була эшкуарлар 10 харыгы бар икән. Бишәү кара, бишәү ак. Ул ак харыктан өсөн хатты, иртәгә урынына өс ак харык китереп куя икән, менә икенче бер авыру субъекттан кайдан гына белән. Ана соң өчен учет. Анда ветеринарлар гына куйырга тиештәр. Ул мал тулы икән, ул кешенең ответ яуаплылыгын арттыра. Шуның өчен кирәк. Азат Салатович, әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Исегезгә төшерәбез, Башкортостандың ветеринария буенча дәүләт комитеты рәисе Азат Йыһаншин белән әңгәмәләштек. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Һау булыгыз.